Барлықтарыңызға сәлем, Оспанова каналына қош келдіңіздер. Достар, және де бүгінгі видео бізде кукинг, яғни бүгін біз торт медовик істейтін боламыз. Сендер осы видеоны до конца көріңіздер, бізді қолдап кетуден кетпеңіздер. Және де біздің подписчигімізді тезірек 5000 подписчик жеткізіп тастаңыздар. Ал онда біз осы видеоны бастаймыз. Және достар, неге мен осы медті қайта көрсетіп жатқанымды айтып кетейін. Осы медті бізге көкеміз 8 наурызға сыйлыққа берген болатын. Яғни сендерге жеңіздер деп чисті мед әкеп берген болатын. Өте прям күшті екен. Енді біз осы медқа торт істейтін боламыз. Өте күштілеп тұрып, сендерге көрсететін боламыз. Осы видеоны өткізілмей көріңіздер, қазір мен сендерге анық тынық қылып айтып кететін боламын. Көріп тұрғанда достар, бізге торт істеу үшін керек болатын нәрселер бізде ұн, сосын мед, сосын осы медті кішкене аласыңдар да, осыны сармайға, және де мен қосқан нәрселерім бұл сармай, бір қасық шекер, сосын мед. Бір қасық мед, яғни 2,5 қасық қосқан болатынмын. Сосын осыны жақсы ертесіңдер, қашан бұл көпіріп қайнайды, соған жеке ертетін боласыңдар. Сосын достар, бізге пищевая сода керек болады. Пищевая соданы біз 2 қасық салған болатынбыз. Бұл қамырымызға рең беріп тұрады, яғни сәл қоңырлау болады қамырымыз. Осыны 2 қасық саласыңдар, салып болғаннан кейін оны жақсы ертесіңдер. Ол бізде қатты көбіріп кетеді. Қатты көбіріп кетпеу үшін газды әстен қойып тұрып істесеңіздер болады. Но біз табамызды шетке қарап қойып, газдың қасына қойып тұрып былғадық, потому что слишком қатты көбіріп кетті бізде. Көріп тұрғаныңыздай осындай болып кетеді. Сосын қасындағына қойып тұрып істесеңіздер болады. Вот достар, көріп тұрғаныңызда уже бізде рең берді, қоңыр рең. Енді осыны біз табаға құйып алатын боламыз. Сосын ғана қамырымызға кірісіп кететін боламыз. Осы видеоны до конца көріңіздер, бағалап кетіңіздер. Достар, көріп тұрғаныңызда бізде қамырымыз осы жаңа істеген затымызға ұн салған болатынбыз. Сосын ғана илеп тастадық. Сосын енді бізге кремге сливки керек болады. Сгущенка, қаймақ, сосын сахарная пудра. Осын барлығын салып араластырамыз. Қаймақ неге керек болды? Потому что бізге тортымызға анашым айтқан болатын, өте күшті болады қаймақ салатын болсақ деп. Және де қоюлау болады деді. Сосын біз салған болатынбыз. Енді осының барлығын біз араластыратын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай, осыны біз блендермен араластыратын боламыз. Достар, кешке біз қуырдақ жасап атқан болатынбыз. Осыны сендерге көрсетіп кетейін дедім. Егер сендер жеп атқан болсаңыздар, сендерге де ас болсын. Және де өзіміздің кремімізді ұмытып кетпейік, жақсы араластырамыз. Қазір бізде бұл әлі қою болған жоқ, примерно 5 минутта кетеді қою болу үшін. Сосын ғана, бізде результат прям четкий болған еді. Одан кейін біз қамырымызды көшеміз. Біз өзіміз қамырымызды 8 бөлікке бөлген болатынбыз. Егер сендер басқаша бөлетін болсаңыздар, өздеріңіз білесіңдер, по-моему. Біз өзімізге 8 штук жетті. 8 қамыр, то есть. Осыны барлығын бөлектеп домалақтайсыңдар, сосын ғана жайып бастайтын бола береміз. Достар, осыны жайып болғаннан кейін шеттерін осындай қылып бөлесіңдер. Ұсақтары, яғни торттың үстіне себетін ұсақтары. Және де сендерге бұл бізде Гүлнұр ауқатта көрсетіп жатырды, потому что біздің Гүлнұр енді бізді үйде шеф-повар. Расында айтқанда өте дәмді қылып пісіреді бізде Гүлнұр. Соның үшін сендерге айтып жатқаным. Қазір сендерге көрсететін болады. Менің уже картошкам дайын болды. Өзімізге болатын азғамдай қылып дайындаған болатынмын. Мына жақта есе біздің күрішімді қазір көрсетейін. Почти бұл да дайын болып жатыр. Уже достар дайын болған екен ғой. Мен мына жақта дайын болмады деп жүрсем. Короче, достар, біздің кешкі асымыз осындай күріш, және де қасында күріш, то есть
картошка және де қасында күріш болады. Өте күшті, сендер жасап көре беріңіздер. Сонда күшті болады. Екеуін бірге қойып, өте күшті болады. Мен уже екеуінің газын өшіре берейін. Болды, дайын болды. Мына жақта біздің шайымыз. Короче, достар, өте күшті болып жатыр. Осы бұл жақта давайте, достар, мен де неге тарелкаға салып, дастархан үстіне апара берейін. Вот, достар, торттың қалдықтарын осыны қылып езетін боламыз. Сосын ғана осыны тортқа қарай жағамыз. Но баста біз торттың үстіне крем жағатын боламыз. Сосын ғана ұсақтарын себетін боламыз. Көріп тұрғаныңыздай уже біз дайындап жатырмыз. Негізінде өте күштілеп біргелесек вообще күшті болады екен. Біз анам, мен, Гүлнұр үшеулеп тұрып себетқан болатынбыз. Өте күшті, кремям зор болған, өте дәмді. Неге біз кремді аз жақтық? Бізге негізінде сладкий қатты болмайды. Вот біздің кожамыз негізі сладкий болмайды. Соның үшін анамызға айтқан болатынбыз. Слишком сладкий қылмаңыз, анашым, ілтимас деп. Сосын бізге істеп берген болатын. Анашыма көп-көп айтқым келеді. Прям четко істеп беріп жатыр бізге. Анашым бізге көмектесіп жатыр. Сендер хаттарыңызды істей беріңіздер. Ал мен есе сендерге көмектесетін боламын деп. Соның үшін сендерге айтып жатқаным. Барлықтарыңызға сәлем, достар. Бұл влогымыз екінші күні, яғни біздің тортымыз дайын. Көріп тұрғаныңыздай өте күшті. Прям енді осыны кесіп сендерге көрсететін боламын. Өте дәмді болып шықты деп ойлаймыз. Азанда алдық, сағат уже бізде 8:30. Көріп тұрғаныңыздай апам бізге кесіп беріп жатыр. Өте күшті болған, формасы нормально болған. Көріп тұрғаныңыздай кремі аз деп айтуыңыз мүмкін. Сендерге айтқан болатын, крем бізге онша болмайды. Слишком сладкий біздің кожамызға болмайды. Соның үшін өзімізге қатты ұнады. Егер осы видеоны конца көрген болсаңыздар, бізді қолдауды ұмытып кетпеңіздер. Бізге осы тортымыз ұнады. Сендер жасап көріңіздер. Бізді тортымыздың бағалап кетіңіздер. Комментарияға жазып. Всем пока!